Өмір адамға бір-ақ рет берілетінін бәріміз де білеміз. Бірақ бұл жалған өмірдің қадірін білеміз бе? Адам болып қалу үшін ғаламда үлкен арман керек адамға, деп айтқан Мұхтар Шаханов атамыз болатын. Және де адамға қанат бітіру үшін ол ой өрісі және мақсат мүддесі болу керек. Мақсаты жоқ адам қанаты қайырлан құспен тең. Шекспирдің болжамы бойынша адамдарды сынаған кезде және жақсы немесе жаман болуы бұл бір нәрсеге екі көзқараспен қарайтындығында. Менің бұл өмірде білгенім бір 9, ал білмегенім 99. Және бұл өмірде мен бәрін білем дейтін адамды мен мүлде кездестірмедім. Және ондай адам жоқ та шығар. Өмірге келген соң адам өзінің адамгершілігін және де адамгершілігін